Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, қалдарыңыз қалай? Бұл мен Нұржан Омаралы, Мейрам балалар киностудиясының атқарушы директоры. Сіздер бұрын біздің киноға түскендіктен көптеген ата-аналарында ойында жүрген бір сұрақ бар. Мейрам киностудиясына бір киноға түстік, екі киноға түстік, ары қарай баламыз қалып кетті деп жатыр. Дәл осы сұрақтарыңыздың біз жауабын таптық. Біз осыдан 2 ай бұрын осы сіздердің балдарыңыз сияқты киноға түскен балалардың басын құрап, 10 баладан Мейрам Стар деген жоба жасадық. Дәл қазіргі таңда Мейрам Стар жобасы TikTok 100 000, Инстаграмда 50 000-нан аса подписчик жинады және әр бала жеке өзінің Инстаграм, TikTok парақшаларын дамытып, қазіргі таңда үлкен жетістікке жетіп жатыр. Сериалдарға түсіп жатыр. Алматы қаласындағы үлкен телеканалдардың сериалдарына, үлкен кино проекттерге түсіп жатыр. Атап айтқанда біздің Бәйдібек баламыз, Нұржан, Раяна, Гүлбану, Фирдаус, Ермұхамед, осы балалардың барлығы Мейрам Стар жобасының жетістікке жеткен балалар. Ары қарай да бізбен жұмыс жасап жатыр. Одан бөлек Мейрам киностудиясының грантына түсіп жатыр. Ендігі кезек сіздің балаңызда. Яғни сіз бізбен бірге балаңызды дамыту үшін бізге алып келесіз. Дәл осылай біз 10 баланың басын құрап, Мейрам Стар сияқты дамытатын боламыз. Оның ішінде сабағы, TikTok тренд, Instagram трендтер түсіру және де Reels сериалдар YouTube-қа, Reels-қа, TikTok-қа арналған. Общий каналына саламыз және сіздің балаңыз жеке өзінің аккаунтына салып, авторын салып, дамытатын боламыз. Бұл тамаша мүмкіндік. Бұл тек бұрын біздің киноға түскен балалар үшін ғана жасалып отыр. Сондықтан құрметті ата-аналар, егер мен баламды дамытам, баламды ары қарай танытқым келеді, әлеуметтік желісінде өзінің болашақта аудиториясы болғанын қалаймын десеңіз, дәл қазір мен қатыстырғым келеді деп осы видеоны көріп болған соң жазыңыздар. Менің көмекшілерім сіздермен байланысатын болады. Айтпақшы, құрметті ата-аналар, бұл жобада ақылы түрде болады. Ең бірінші балаңызды алып келдіңіз, көрейік, ақылдасайық, қай жобаға келіп тұр, қай образына келіп тұр сіздің балаңыз. Ақылдасып барып, сізбен келісімшартты жасап, балаңызды дамытатын боламыз. Рахмет.